Сәлем достар, бұл KU Talks жаңа бөлім, жаңа подкаст зонасы. Біз осы жерге тек қана студенттерді ғана емес, біздің университетте жұмыс жасайтын адамдарды, біздің университетке қатысы бар адамдарды шақыратын боламыз. Біздің подкастымызды үзбей көріңіздер, жаңа шығарылымды күтіңіздер. Сәлем достар, бүгін біздің подкастымыздың бірінші бөлігі KU Talks. Бүгін бізде бірінші қонақ, біздің аса құрметті студентіміз Рустам мырза. Рустам, қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз? Барлығы шүкір, жақсы. Бүгін бірінші подкаст болғандықтан кішкене қобалжу болады, қобалжу бар. Бірақ давайте договоримся. Қазақша, орысша, шала қазақша сөйлей беріңіз. Барлығы студенттерімізге арналады. Вот. Негізі мен Рустамды 11 класстан бері білем. Сен өзің 11 класста оқығанда мен басқа организация жұмыс істегенде Петропавловск қаласына мен командировкамен, іс-сапармен келгем. Сол кезде біз Рустаммен бірінші танысқан болатынбыз. Ол кезде Рустам өте андай жасыл, андай енді өсіп жатқан, ашылмаған бала еді. Қазіргі Рустам қандай екен? Осыны талқылап сұрақтарға өте берсек болады. Рустам, 2021 жылы мен келдім. Петропавловск қаласы, қыс, суық. Сіздер Алматыдан мені қарсы алдыңыздар. Сол кезде Рустамның ойлауы, ой өрісі негізі қандай жігіт болған сол кезде Рустам? Енді ол кезде мен енді қалыптасып келе жатқан азамат тұлға ретінде енді қалыптасып келе жатқан кезім еді негізі. Мектеп бітіріп жатқандай дегендей, қандай мамандыққа түсерімді білмей жүрген кезім негізі ол кезде. Жай ғана по волне говорится, по волнемен, волнамен келе жатқан өмір еді менде ол кезде. Одан кейін сол сізді кездестірдім как раз таки. Сіз сол UAB, да? Қателеспесем. Сонда сіз агитация жасап, мен негізі сол Алматыға түскім келді сразу, UAB-ға. Бірақ ондай енді мүмкіндік бола алмады да, негізі ол шақта қалып қойдым. Негізі осы Қозыбаев университетінде қалғаныма қатты қуаныштымын негізі. Хорошо, Алматы деп қалдың. Алматыдан басқа варианттар болды ма негізі? Абай университеті, қателеспесем, педагогикалық Абай университетіне түскім келді. Сосын Астанада ЮНУ-ға. И және үшіншісі негізінде Қозыбаевты жаздым. Қозыбаевты үшінші жаздың. Бірақ қазір ол жақта оқып жүрсің, ешқандай өкініш жоқ, ешқандай болады ғой, ана жаққа түсу керек еді, осындай жолдар болғанда бұлай болып кетуші еді деген ойлар болған жоқ. Жоқ, вообще мен шүкір едім қалғаныма. Туған жерімде, туған университетімді, өзімнің университетімді, туған қаламда өзімнің университетімді дамытып келе жатқанымды, өзімді пайдамды тигізіп жатқаныма өте қатты ризамын өзіме. Өзің осы қаладансың? Өзім осы жақтың тумасымын. Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайын ауданы, Рублевка ауылынан боламын. Екінші сыныптан бері осы қалаға көшіп келгенмін. Сол Қазақ мектеп гимназиясында, қазір Абай атындағы мамандырылған Қазақ мектеп гимназиясында 11 сыныпқа дейін оқыдым. Оқып сол жерде бітіріп, осы жақта қалдым. Қазір, мысалы, оқудан бөлек немен айналысасың? Енді осы біз мектеп кезінде балалармен негізі өзім бұрындар ештеңе қызықпайтын, басында футбол ойнап жүрдім, сосын жайдарман көре бастаймын. 9 сыныпта жайдарман көре бастаймын да, и қатты қызық кетемін. Сол 9 сыныпта біз мектеп аралық жайдарман болады бізде, сонда сыныппен жарысқан болатынбыз, и сонда команда шығарып, өзіме қатты ұнап қалды сол кезде. Сол кезден бастап бізді уже облыстық деңгейге жібере бастады да, сол кезден бастап жайдарман қолға алдым кәдімгідей. Сол 9 сыныптан бері қазіргі кезге дейін жайдарман ойнап келе жатырмын. Өзіме қатты ұнайтын нәрселердің бірі. Сонымен қатар мектеп кезінде де бастаған негізі жүргізуші болып, ведущий болып. Бірақ университетке келген кезде кәдімгідей толықтай ашыла бастады универде. Университет үлкен мүмкіндік берді маған ашылуға. Сол үшін университетке ризамын. Рахмет саған, Қозыбаев университеті. Өте күшті, керемет. Мына жақта көп студенттер, мысалы, менің байқауымша, мысалы, саған қарап көрініп тұрды, мысалы, сен өзі университетін жақсы көресің, патриотысың, өзің айтып жатсың, мысалы, мен университеттің арқасында ашылып жатырмын деп. Мен білем ғой, мысалы, Рустам 2021 жылы қандай болғанды. Басқа студенттер, мысалы, менің байқауым бойынша, оқуға келеді, сабағын оқиды, үйге қайтады. Үйге қайтады, ештеңе істемейді, ешқандай хоббилары барлығы туралы айтпаймын. Хоббилары бар шығар.
басқа спорт түрлеріне қатысатын шығар, бірақ университетте қатты көрінбейтін студенттер бар. бар. Аха. Сенің окружениең қандай мына жақта университетте? Нетворкинг дейді ғой. Аха. Кім сенің достарың, кіммен араласасың, қандай организациялар бар деген сияқты мына абитуриенттер көріп жатса, соларға жолдау болу үшін. Негізі енді өзім шығармашылық адам болғасын, үнемі университеттің қабырғасында жүрем. Мысалы бізде бұрындары сағат 9-дан бастап 2-ге дейін сабақ болса, сол 2-ден бастап кешкі 8-7-ге дейін университетте жайғаны өзім жұмыстармен айналысып жүрмін. Жайдарман дегендей, одан кейін бізде креатив клуб деген парақша болды, сол студенттік өмірін жайлы көрсеткен болатын, сонымен қатар жүрдім. И сол кезде енді кез келген ортада болдым. Өзім КДМ мүшесі болдым басында, 2-ші курстың басында. Мына жақта уточнение. КДМ бұл бізде комитет по делам молодежи деген, бізде студенттердің арасында кез келген шараларды ұйымдастырады, өз араларында бір шаралар өтеді. Жастарға сай ұйым ғой ол деген, студенттік ұйым. Соның мүшесі болдым. Одан кейін сол жайдарманмен жүрдім, жайдарман арқылы өте көп дос таптым. Одан кейін негізі сол шығармашылықтың айналасында көбінесе мен яғни айтуың бойынша, былай тыңдауым бойынша, студенттер егер тек қана сабақ деп жүрмеу керек. Сабақ ол жақсы, сабақ ол бірінші орында тұру керек. Бірақ менің ойымша, мен өзім студенттік кезімде, мысалы 2015-те мен түстім, осы бағанағы сен айтып жатқан университетке 2019-да бітірдім. Мен бірінші курста сондай студент болатынмын, бағана мен айтқандай. Сабаққа келем, сосын сабақтың біттуін күтем, бір 4 пара болсын, 5 пара болсын, күтіп отырам сағатқа қарап, үйге қайтам да, потому что үйде менде басқа интерестер болды. Бірақ сосын 2-ші курста мен ойландым, Олжас, былай болмайды. Мысалы, егер болашақта сені жұмысқа алғанда, тек қана, мысалы, дипломыңа қарап алмайды адамдар. Андай soft skills деген бар, hard skills деген бар, қазір өте модный сөздер, яғни соған қарап алады, опытқа байланысты. Егер сенде сол қасиеттер болмаса, мысалы лидерлік қасиет, адамдармен сөйлесу, коммуникация, командамен жұмыс деген сияқты, онда кішкене қиынырақ болады. Ал бұл университет, ол менің ойымша, қандай университет болмасын. Мысалы сен үшін Қозыбаев, мен үшін менің университетім. Үлкен ондай площадка, үлкен дамудың үлкен площадкасы. Сол үшін жақта тағы да студенттерге, мен мысалы қанша жыл болды бітіргеніме? 5 жыл болды бітіргеніме, былай тура айтқанда. Сен енді бітіріп жатсың. Екеуміздің мысалы қазір андай видениеміз ұқсап тұр да. Сол үшін студенттер, мен өзім қазір мысалы қаншама жұмыс орнын өзгерттім, қала, яғни Астанада жұмыс істедім, Алматыда істедім, и барлығына байқағаным, білім болу керек, дұрыс. Бірақ тағы да адамдардың қасиеттері болу керек. Ол қасиеттерді сен адамдармен сөйлесу арқылы, немесе адамдармен взаимодействие дейді ғой, араласу арқылы аласың. Вот. И мынандай момент, Қозыбаев университетінде тек қана солтүстіктің балалары оқымайды. Жоқ. Мына жақта мен білім бойынша бүкіл Қазақстаннан келеді. Қазақстаннан келеді. Хорошо. Қандай айырмашылық өзің сездің басқа региондардан келгенде адамдар? Енді бірінші очередь диалект сөздер. Диалект сөздер көбінесе түсінбейміз. Біздің жақта енді толықтай кез келген сөзді толықтай айтады ғой. Ана жақ, олар жақта аняқ дейді мысалы. Басында түсінбей жүрген. Мысалы мен естуім бойынша, мен Петропавловск қаласына енді көшіп келдім ғой. Мына жақта ең таза қазақ тілі. Қазақстан бойынша бізде ең таза қазақ тілі Петропавл, Қызылжар қаласында. Біз өзіміз Қызылжар дейміз, Петропавл емес, Қызылжар қаласы дейміз өзіміз. Вот диалект дедің. Қандай диалекттер мысалға? Білмеймін, енді ол кез оларда өте көп диалект қой. Бірақ олар қазір біздің жаққа көбінесе үйреніп отыр барлығы. Біздің сөзбен сөйлеп отыр, таза қазақша. Бізде сосын андай оларда дүкен десе, бізде дүкен дейміз мысалы. Дүкен? Орфоэпия заңына сай, дұрыстап сөйлейміз біз сай. Одан кейін енді мысалы не дейді оларда? Аняқ, маняқ дейді сөздер біздің жақта толықтай айтылады. Мысалы, сен сөйлесіп жатқанда байқайсың ғой, адамдар кішкене, может быть, дыбыстарды басқаша айтып дегендей сияқты. Түсінбейтін сөздер болды ма? Просто аха дей салады.
болды иә негізі. Бірақ қазір есіме түсіре аламын ба? Негізі ондай моменттер өте көп болды менде басында, бірінші екінші курста. Сосын бірақ солармен енді араласқасын сұрай бастайсың ғой, не мынау, не айтып жатсың түсінбей жатырмын дегендей, түсіндіріп береді. Қазір келмей отыр басыма. Бәріміз бір қазақпыз ғой. Иә. Хорошо, мынандай соңғы сұрақтардың бірі. Мына жақта сізде бағана айттыңыз, что КВН ойнаймыз дедіңіз, Жайдарман. Университет қандай қолдау көрсетеді? Университет деген бізде кез келген жақтан қолдау көрсетеді. Мысалы, бірінші сабақ қой негізі. Сабақпен бізде мәселе туындап қалса, сабақпен шешіп береді. Мына жақта дұрыс түсінбей қалмасын, шешіп беру деген сияқты. Жоқ, шешіп береді дегенде, мысалы, біздерінше хат жіберіледі ғой, кез келген жақтан хат жіберіледі да, и сол бойынша бізге, мысалы, яғни мұғалімдер түсініспеншілікпен қарайды. Мұғалімдер түсініспеншілікпен қарайды, даже қолдайды біздің жақта. Иә, жақсы, барып ойнап келіңдер, дұрыс. Сабақтан басқа осындай нәрсемен айналасып, университеттің атын шығарыңдар деп негізі жақсы қарайды бізге, біздің жаққа. Сабаққа әсер етмейді ғой, қатты жаман әсер. Жоқ, қараңыз, сабақтан босатылу жібереді, мысалы 15-20-сына дейін болып біз Жайдарманға барып келеміз, и келеміз да бізде арнайлап біз үшін отработка жасаймыз барып. Келесің, дым сұрақсыз, сол апта болмаған күндеріне сабақты айтып бересің да, ешқандай несіз, мәселесіз бағанды қойып береді. И сол жағынан бірінші университет осы жақтан қолдау көрсетеді. Одан кейін енді кез келген Жайдарман үшін енді басты проблема сол спонсорство. Спонсор болмаса көбісі ойнамайды. Біздің жақта университет, мысалы, біз екінші курстан бастадық, басқа жаққа шығып. И сол кезден болса бізде университет толықтай спонсорлықты бөледі бізде. Кәдімгідей қолдайды. Кез келген қала бізде хат келеді, осындай қала, осындай күні кетеміз. Все жақсы дейді да, хат жібереміз, 1-2 күннен кейін бізге уже ақша түсіп, біз кете береміз, еш уайымсыз. Тек қана сол ойындарды ғана ойындап жүре береміз. Ол жағынан енді бізге ректор ағайымызға, ректор Исақаев Ербол Маратұлына үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар бұрындар енді бізде Ерлан Шуанов болды, Рената Сейітовна болды, өте қатты қолдау көрсетті бізге. Соның арқасында біз Исен ағаның бастаған республикалық солтүстік намат лигасының солтүстіктегі алғашқы чемпионы болып атанған болатынбыз 2023 жылы. Солтүстікте бұрындары ешкім чемпион болмаған. Соның арқасында, қолдауының арқасында біз чемпион болдық осы. Яғни университеттің атағын шығарып, басқа өңірлерге университеттің жастары, студенттері қандай екенін көрсеттік. Хорошо. Мен білуім бойынша бағана сол сұрақты қойуға ұмытып кетіппін. Сіздерде үлкен тур болды автобуспен, серпінмен. Өте күшті болды. Айтып берейін, кішкене абитуриенттер түсінбеуі мүмкін, мысалы қарап жатса біздің подкастымызды. Неғылған тур, неге ол серпін деп аталады, қай жаққа бардыңыздар, қандай результаттар болды? Негізі енді серпін дейді ғой, серпін бағдарламасы бойынша бізде жылда студенттер оңтүстіктен солтүстікке келіп оқиды. Бірақ былтырдары, если қателеспесем, андай өте аз түсті. Осы жылы соны көрсету үшін біз арнайлап, Ербол Маратұлы арнайлап бір автобус алдырып, университеттің белсенді студенттерін жинап, оқытушыларын жинап, осы университетті басқа жаққа насихаттау үшін 17 күндік сапарға оңтүстікке жіберген болатынбызды. Біз 3 облыс өткен болатынбыз. Ол Жамбыл облысынан бастадық, Мойынқұм ауданынан бастадық та, одан кейін біз Түркістан облысына кеттік, Түркістан облысынан кейін Қызылорда облысына, осы 3 үлкен облысты барлық аудандарды аралаған болатынбыз. Өте қызық болды, есе қаларлықтай сапар болды негізінде. Қанша студент болды? Студент бір 12-13 шақты студент болды. Сонымен қатар бізде Қостанай өңірлік Ахмет Байтұрсынов университетінен де қосылған студенттер болды бізде, өздерінің университеттерін насихаттаған. Жалпы бізде 30 адам болып жүрдік, бір автобуста. 30 адам болып жүрдік, кез келген жерде барлығымыз бірдей бір отбасы болып, осы 17 күнде болып кеттік. Хорошо, қайда қондыңыздар? Мысалы бізде андай болды, 17 күн дедіңіз, автобуспен. Қай жақта қондыңыздар? Мысалы бара жатырмыз, бірінші біздің тоқтауымыз Қарағандыда болды. Қарағандыда тоқтап, ұйықтап, келесі күн таңертең ары қарай жолға шықтық та, келесі күні біз уже 3-ші күні болатын бізде бірінші концерттің жеріне келдік, Мойынқұмға. Сонда келдік та, сол жерде қондық, гостиницаларда, отель гостиницаларда қондық. Одан кейін бір күнде бізде 2 концерт болды.
сол концертті бітіреміз да басқа жаққа кетеміз, жақындағы ауданға. Сол жақта бітіреміз да, и келесі күні болатын концерт жерге ертерек барып аламыз да, сол жерге қонамыз. Сол жерде қонып, таңертең уже концертке асықпай бара беретіндей. И күнде осылай 17 күн бойы жүрдік. 17 күн. 17 күн. Барлығы, яғни гостиница, автобус, жол барлығы университет. Иә, әрине, университет тарапынан барлығы. Күшті. Серпін, қалай ойлайсың, осы жолы Серпін бағдарламасы бойынша студенттер? Мен ойлауымша, негізі. Өйткені біз өте қатты Қазақстан бойынша, негізі айтып кететін жайт, Қазақстан университеттерінің арасында тарихқа кірдік. Өйткені бізге дейін мұндайды ешкім жасамаған. Автобуспен кәдімгі солтүстіктен оңтүстікке сапар жасау деген қиын ғой негізі автобуспен. Біз тарихқа кірдік деуге болады. Біз сол кезде енді қатты шуладық. Бүкіл Қазақстан бойынша, бүкіл СМИ, бүкіл TikTok, Instagram біз жайлы болды. И ол өзінің пайдасын алып келеді деген ойдамын. Неге? Өйткені мысалы бізде формат андай болды, екі. Бірі официальный часть. Олар онда біздің оқытушыларымызбен ұйымдастырушыларымыз жүрді. Сол ата-аналармен кездесу, мұғалімдермен кездесу сол жақта болды. Ал біздің студенттердің тарапынан концерттік бағдарлама болды. Концерттік бағдарламаны біз сол абитуриенттерге, түлектерге өткізген болатынбыз. Бірақ андай басқаша форматты өткіздік. Бұрынғыда официально андай жай оқып бізге келіңіздер деген форматта емес. Еркін форматта, кәдімгідей диалог форматында сөйлесіп, олармен әзілдесіп, сонымен қатар өлең айтып, ойын ойнап, университет дайындаған сыйлықтары бар, соны ойнатып, күшті андай концерт өткізген болатынбыз. Талапкерлерге қызықты болу үшін. Қызықты болу үшін андай. Жай информацияны айта берсең, адамдар ұйықтап қалуы мүмкін, тыңдамауы мүмкін деген сияқты. Дұрыс. И соңғы момент, бағана Серпін дедің, өзіңнің достарың бар, студенттер, мысалы, тағы да бізді қарап жатқан талапкерлер бар шығар. Қандай жолдауың, қандай тілектерің бар бізге? Алдағы уақытта енді барлықтарымызға сәттілік, аман есен госэкзамен тапсырып, дипломдарыңызды алып, үлкен азамат болуға тілектеспін. Алдағы міне болашақ абитуриенттер, түлектер алып жатса, Қозыбаев университетіне түсіңіздер, еш уайымдамаңыздар, күшті университет. Өзің қолдайсың ғой оларды? Өзім қолдаймын, өзім және де осы қазір жұмысқа кіріп жатырмын университетке. Бүкіл концерттік бағдарлама барлығы менің қолымда. Уайымдамаңыздар, келіңіздер, түсіңіздер, еш қорықпаңыздар. Барлықтарыңызды күтеміз, өзіміз қарсы алып аламыз. Қозыбаевқа түссеңіздер, еш андай переживать етпейсіздер. Күшті болады барлығы. Сөз беремін. Барлықтарыңызға рахмет. Рустам, рахмет үлкен. Сізге рахмет. Күшті подкаст болды. Саған да тілегімді айтып жүрейін. Мен өте ризамын да, осындай студенттер бар екен. Университетке келесің, мысалы, ең бірінші көретін студенттерің. Мен, мысалы, жаңа сотрудник ретінде келдім ғой. Ең бірінші көретін студенттерім, ол жай андай студенттер емес, жай байқап жүреді. Ол активистер, яғни ол может волонтерлар болуы мүмкін, амбассадорский клуб болуы мүмкін, организациялар болуы мүмкін. И осындай студенттер, менің ойымша, ең басты адам университетте ол студент. Ол сотрудник емес, ол может быть там басқа да администрация емес, именно студент, потому что студент болмаса университет болмайды. И осындай студенттер, менің ойымша, университетті дамытады. Саған өте көп рахмет, күшті подкаст болды. Өзіме ұнады. Бірінші выпуск күшті шығады деген ойдамын. Алғашқы қонағым болдым. Қуаныштымын, ризамын. Рахмет шақырғаныңызға. Все, жақсы, сау болыңыз. Рахмет.